Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Исаева Клара Туриханқызы, Арыс қаласы номері 17 колледждің тарих пәнінің оқытушысы. Бүгін сіздермен қоғам тану пәні бойынша отбасылық құқық негіздері тақырыбында сабақ өткелі отырмын. Сабағымыздың мақсаты отбасы және неке түсініктерін анықтау, некеге тұру және оны тоқтату мен бұзудың тәртібін зерттеу, ерлі зайыптылардың құқықтары мен міндеттері туралы білім беру. Отбасы дегеніміз бұл некеден, туыстықтан, бала асырап алудан немесе балаларды тәрбиелеуге алудың өзге де нысандарынан туындайтын және отбасылық қатынастарды нығайту мен дамытуға септігін тигізетін мүліктік және мүлікке қатысты емес жеке бастың құқықтарымен байланысқан адамдар тобы. Отбасылық құқық деп отбасылық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығын айтамыз. Неке отбасын құрудың негізі болып табылады. Егер неке тіркелмесе де, бірақ еркек пен әйел бірге тұрып, балаларын тәрбиелеумен айналысып жатса, мұны да отбасы деп айтуға болады. Егер кәмелетке толған балалары ата-анасымен бірге тұрып, оларға қамқорлық жасап, материалдық көмек көрсетсе, бұл да отбасы. Егер кәмелетке толған ағалары мен қарындастары ата-анасыз бірге тұрып, бір-біріне қамқорлық жасайтын болса, бұл да отбасы. Отбасылық қатынастар адамдар арасында некеден, туыстықтан, бала асырап алудан, отбасына тәрбиелеу үшін бала алудан туындайтын қатынастар. Бірақ отбасындағы қатынастардың бәрі бірдей құқық жөнімен реттеле бермейді. Отбасындағы қатынастар негізінен адамгершілік, игілік, өнеге нормалар негізінде реттеледі. Отбасылық заңнама шарттары: некеге тұру, некені тоқтату, некені жарамсыз деп тану. Некеге тұру. Некеге тұрушы ері мен әйелдің өзара ерікті келісімі және олардың неке жасына жетуі болып табылады. Некеге тұру шарттары: некеге тұрушылардың өзара ерікті келісімдерінің болуы, неке жасына жетуі, некеге тұруға кедергі болатын жағдайлардың болмауы. Неке жасы: еркектер мен әйелдер үшін 18 жас. Дәлелді себептер болған жағдайда 16 жас. Дәлелді себептерге мыналар жатады: баланың дүниеге келуі, жүкті болуы, некеге тұрушылардың біреуінің ұзақ мерзімге іс сапарға кетуі. Отбасындағы ерлі зайыптылардың құқығы: неке заңды тіркелген кезден бастап, отбасындағы екі адамның құқықтары мен міндеттері пайда болады. Отбасы заңының ең басты қағидасы әйел мен ер адамның теңдігі. Ерлі зайыптылардың мүліктік және мүліктік емес жеке қатынастары тең деп танылған. Қазақстан Республикасы неке және отбасы заңының 29 бабына сай ерлі зайыптылар тең құқықтарды пайдаланады және тең міндеттер атқарады. Әрқайсысы қызмет, кәсіп түрін, тұрғылықты жерді өз еркімен таңдауға ерікті. Ана, әке болу, балаларды тәрбиелеу, оларға білім беру мәселелері мен отбасының басқа да мәселелерін ерлі зайыптылар бірігіп шешеді. Өз қатынастарын өзара сыйластық және өзара көмек негізінде құруға, отбасына жәрдемдесуге, өз балаларының өсіп жетілуіне, олардың әл ауқатына қамқорлық жасауға міндетті. Отбасы түрлері: отбасының толық және толық емес түрлері болады. Толық отбасында ата-анасы, балалары және әдетте әкесі жағынан да және шешесі жағынан да аға ұрпақ өкілдері атасы мен әжесі болады. Толық емес отбасы балалардың ата-анасының біреуінің ғана болуымен сипатталады. Соның өзінде балалардың ата-аналары ажырасқан болса, балалары соның қарамағында қалған ата-анаға екінші жағы балаларды және еңбекке жарамсыз ерлі зайыптыны бағып қағу үшін алимент төлейді. Егер ерлі зайыптылардың біреуі қайтыс болып, екіншісінің қарамағында кәмелетке толмаған балалары қалса,
онда оған мемлекет жәрдемақы ретінде материалдық көмек көрсетеді. Сөйтіп, толық және толық емес отбасы да тең жағдайда заң мен мемлекет арқылы қорғалады. Некенің тоқтатылуы. Ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтық қатынастарының тоқтатылуын айтамыз. Неке заңда айқындалған белгілі бір оқиғалардың туына байланысты немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің не екеуінің бірдей қалауымен тоқтатылады. Некені тоқтататын оқиғалар: ерінің қайтыс болуы, соттың ерлі-зайыптылардың біреуін өлді деп жариялауы, некенің бұзылуы, яғни ажырасу. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 31 бабына сәйкес, егер азамат тұратын жерінде 3 жыл бойына ол туралы ешқандай мәліметтер болмаса, егер ол өлім қаупі төнген жағдайда, немесе оның өлімі 6 ай мерзім ішінде жазатайым оқиғадан болды деп есептеуге негіз болатын жағдайларда хабар-ошарсыз кетсе, ол азамат мүдделі адамдардың арызы бойынша сот арқылы өлді деп жариялануы мүмкін. Егер некеге тұрушы адамдардың біреуі екіншісінен құрылған отбасы мүшелеріне, жеке басының және қоғамның қауіпсіздігіне нақты қатер төндіретін ауру бар екенін жасырса, онда сотқа некені жарамсыз деп тану туралы талаппен жүгінуге құқылы. Некені жарамсыз деп тану туралы талап қоюға. Егер неке жасына толмаған адаммен неке қиылса, кәмелетке толмаған жұбайы, ата-анасы, қорғанышы және қамқоршы орган немесе прокурор құқылы. Егер некеге тұруға ерлі-зайыптылардың бірінің ерікті келісімі болмаған жағдайда, некені қиюға кедергі келтіретін мән-жайлардың бар екенін білген жұбайы, әрекетке қабілетсіз деп танылған жұбайдың қорғанышы, оның алдындағы бұзылмаған неке бойынша жұбайы осы талаптарын бұза отырып, қиылған неке арқылы құқықтарды бұзылған басқа да адамдар, сондай-ақ қамқоршы орган мен прокурор. Жалған некеге тұру, некенің жалғандығы туралы білмеген жұбайлар. Ерлі-зайыптылардың көзі тірі кезінде неке олар ажырасса ғана тоқталады. Ажырасу арқылы некенің тоқтатылуы. Ақаж органдары. Некені бұзу ақаж органдарында ерлі-зайыптылардың біріккен және жекелеген ерекше жағдайларында жұбайлардың біреуінің өтініші бойынша жүргізіледі. Сотта заңда белгіленген тәртіп бойынша. Ал сотта некені бұзу ерлі-зайыптылардың екеуінің бірлескен, сондай-ақ жұбайлардың біреуінің өтініші бойынша жүргізіле береді. Сонымен сабақты қорыта келе, адам өмірінде некенің орны маңызды орын алатынын түсіндім. Және де Абай атамыз айтқандай, махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар. Демекші, неке құру үшін махаббат та маңызды рөл атқарады деп ойлаймын. Отан отбасынан басталады демекші, отбасымыз қандай берік, мықты болса, отанымызды қорғау біз үшін қиынға соқпайды деген ойдамын. Отбасыларыңыз мәнді де сәнді болсын. Енді сіздерге үйге тапсырма, менің бақытты отбасым тақырыбында эссе жазу, оқулық адам, қоғам, құқық 10-шы сынып 28-ші тақырыпты оқып келу.